Қайырлы кеш оқырман. Күнде жаңа таныстық, жаңа махаббат жобада. Бүгін болса Сәтдәулет қарындасына сөз салғандай болды. Арунаны ұнататынын айтқан болатын. Бір айтқаны біреуді ұмыту үшін емес, шынымен таныстық бастап көргім келеді. Және туған күнімді, жаңа жылды осы жылы жалғыз қарсы алғым келмейді, деді Сәтдәулет. Аруна аң-таң болып қалды. Аға деп қарап жүрген бүгін сезімін білдірді. Қатты ойға батып кеткендей ойланып қалды. Аруна еш нәрсеге дайын емес екенін айтты. Сәтдәулеттен кешірім сұрап, менің жүрегім бос емес деді. Қыз студиядан шығып кетті. Кімге ғашық екенін айтпады. Сіз кім деп ойлайсыз? Аруна Айсұлтанды ұнататын сияқты ма? Бірақ Айсұлтан Маляны ұнатады. Аруна қуаныштан есін жия алмай тұр. Жүрегім бос емес дегені өтірік. Әртіс. Кәдімгі әртіс. Түрінен білініп тұр. Қылықтарының жасанды екені. Талқылаңыздар, жүрегі неге бос емес екенін. Сәтдәулет сезім айтпаса отыра береме үндемей. Үміткер қалай қабылдайды сонда? Үміткер келсе вдруг өтірік отыра беретін бе? Шығарыңдар Арунаны. Сәтдәулетке Аруна тең емес. Бойы бір қарыс, тілі 2 метр, тым кішкентай бір дене. Әрі жүрегім бос емес деп тұр, сол керек бе? Соның алдында бас иіп, бір жазғаны тұрған шығап, асықпа Сәтдәулет. Сәтдәулет сезім білдірмесе айтпай отыра береме сонда? Жобадан шықсын, Аруна жоба шынайы болса. Дейді көрермен, сіз қалай ойлайсыз?